Сәлем достар, бүгін біз сіздермен аяқтың терлеуі, аяқтағы және аяқ киімдегі жағымсыз иістен қалай арылуға болады, осы туралы айтатын боламыз. Аяқтан тердің бөлінуі табиғи процесс болып саналады. Алайда кейбір адамдардың аяқтарының иісі ерекше жағымсыз шығады. Бұл кәдімгідей ыңғайсыздық тудырады. Сіз осы үшін қатты уайымдай бастайсыз. Аяқ киіміңізді шешуге ұяласыз. Үнемі запаста нәски ауыстыруға мәжбүр боласыз және үнемі ваннаға қарай асығып тұрасыз. Егер сіз үшін аяқ киіміңіздің, аяғыңыздың сасық иісі маңызды проблемалардың бірі болып тұрса, онда біз сізге одан арылудың жолдарын айтамыз. Аяқтың жағымсыз иісінің пайда болуының себептеріне келетін болсақ, аяқтағы жағымсыз иістің басты себебі қатты тершеңдік. Аяқта мыңдаған тер бездері бар, олар күніне 200 миллиграммға дейін тер шығарады. Ал егер де сіз және де белсенді өмір салтын ұстансаңыз, үнемі спортпен айналысып, аяққа көп күш түсірсеңіз, олар тіпті терлейді. Негізгі бөлінетін тердің иісі жоқ, себебі тердің құрамында тек су мен тұз ғана бар. Сасық иістің көзі көбейетін бактериялар. Күні бойы барлық денеңіз терлейді, себебі біз үнемі жабық аяқ киім, нәски киеміз. Бұл өз кезегінде бактериялардың таралуына қолайлы орта болып саналады. Сонымен, жағымсыз иістің шығуына келесіде факторлар әсер етеді. Жабық және табиғи емес теріден жасалған ауа нашар өткізетін аяқ киімдер, синтетикалық нәскилер, өте күшті тер бөлінуін тудыратын белсенді өмір салты, қосымша тер бөлінуін тудыратын күйзелістер, қорқыныштар, қозу, жүйке жүйелерінің аурулары, жиі душқа түсу мүмкіндігінің, нәски ауыстырудың, аяқ киімді ауыстыру мүмкіндік жоқ болуы. Аяқ киімдегі жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Аяқ киімді желдетіп тұру, жуу және кептіру шараларын қарастыру қажет. Аяқ киімдегі жағымсыз иістен арылу құралдарының бірнеше түрлері бар. Олардың кейбіреулері халықтың әдістері. Аяқ киімді далаға жайып қою, аяқ киімді спиртпен сүрту, аяқ киімді арнайы сусабын не арнайы құралмен жуу, және де аяқ киім үшін дезодорант пайдалану. Қалай алдын алуға болады? Осы проблемамен күресудің бірнеше ақыл кеңестерін ұсынамыз. Бірінші, күн сайын нәски мен колготкиді ауыстырып тұру қажет. Оларды бір күннен артық кимеу керек. Тіпті олар таза болып көрінсе де ауыстырып киіп тұрған дұрыс. Себебі ақырындап шыққан иіс келесі күні күшеюі мүмкін. Екінші, нәскиді тек табиғи ткандерден ғана, мүмкіндігінше синтетикалық материалдары барынша аз таңдаңыз. Үшінші, бір аяқ киімді 3 жылдан артық кимеңіз. Әрбір жыл маусымына кем дегенде 2 аяқ киіміңіз болғаны дұрыс. Себебі желдетіп тұрғанға жақсы. Төртінші, ұлтарақтың жайында қамтамасыз етіңіз, жиі ауыстырып тұрыңыз және жуып тұрыңыз. Осы проблема үнемі мазалайтындарға кеңестер. Күн сайын аяғыңызды антибактериалдық сабынмен, бактерияларды өлтіретін сабынмен жуыңыз. Табаныңызға тер бөлінуі дұрыс болу үшін кремдер, құрғатушы ұнтақтар жағып тұрыңыз. Мұндай кремдерді дүкендерде не дәріханалардан тауып алу қиын емес. Тимуровый пастаны пайдаланып көрсеңіз болады. Ол ұзақ уақытқа аяқтағы жағымсыз иісті кетіруге көмек береді. Аяқ тер бөлінуін азайтатын дезодоранттар қолданып тұрыңыз. Бор қышқылының ұнтақтарын, бүріккіштерін, таліктерді пайдаланыңыз. Тершеңдік кезінде аяғыңызды күн сайын марганцовканың күлгін көк түсті ерітіндісімен жуып көріңіз. Не болмаса жылы сумен, немесе күн сайын сірке суының кішкентай ванна жасап көріңіз. Бұны апта ішінде 15-20 минут жасасаңыз жеткілікті. Күнде лаванда майын жағып қойыңыз. Дан соң нәски киіп алыңыз да ұйықтауға жатыңыз. Лаванда майы бактериялардың көбеюіне ғана бөгет болып қоймай, жағымды иіс шығарады. Ал егерде жоғарыда аталып кеткен кеңестер көмектеспесе ше, мұндай жағдайда сіз дәрігерге көрінуіңіз керек. Ол аса тершеңдіктің себептерін анықтап және арнайы препараттар тағайындап береді. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.